Сәлем баршаға. Бүгінгі шығарылымда X отбасының тағы бір мүшесі BMW X1 екінші буындағы рестайлингі, F48 шанағындағы 1,5 литрлі SUV, S-Drive 18i, 3 цилиндрлі моторы күшті тек алдыңғы жетекке береді, бойында 140 аттың күші бар, клиренсі 183 мм. Жүректем бір үміт көше, түн жарықтар баяу, жай қозғалыс, міне старт басталды, енді газды болға тек сен және мен, бұл басқа әлем, өзгеше сезім, бұл басқа дем, жанымда жиналған расты кілең, қалауың басқа білем. Сенің бірнеше арнаң бар, қайсысына жазыларымызды білмейміз деп жатады кісілер. Жауабы түсінікті ғой. Мені көрсеңіз болды, жазыла беріңіздер. Ренжітпеймін. Енді екі арнаның айырмашылығын түсіндіре кетейінші. Колеса KZ деген менің жұмыс орным. Жалпы Колеса Қазақстандағы ең ірі IT проект, IT компания. Бұл жерде ең мықты бағдарлама жасаушылар жұмыс істейді. Біз соның контент бөліміміз. Колесаға видео түсірген кезде продакшн мықты. Ал менің жеке арнамда продакшн жайский, бірақ бұл жақта мен өзімді әлде қайда еркін ұстаймын, кейде тым еркінсіп кетем. Енді өзім туралы аздаған фактілер. Қазақша оқыдым, мектептен кейін Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне түстім. Мұрат Шаймаран, Рима Жақсылықбаева, Мектеп Аманқоз, Кәкен Қамзин сияқты мықты мұғалімдерден тәлім алдым. Кезінде ол кісілер Барманқұлов, Қожакеев сияқты ұлы ұстаздардан сабақ алған. Бізде жоқ шешілмейтін проблема. Достар, менің инста парақшамда адамдар жекеге жазып Марк Диксон іздеп жатыр. Сөйтіп, оның парақшасына кірсем, расымен де ешқандай видео материалдар, өзінің түрі де, аты да жоқ. Марк Диксон деп терсем де шықпайды, сөйтіп қызық болды. Енді өзінен сұрақ көрейік, қал жағдай қалай, не істеп жүр екен, қайда жүр екен? Алло. Марк Диксон. Ау. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсың, брат? Қалайсың? Айдет, ақырындап. Сен не жоқ болып кеттің? Инстаграмда парақшаң жоқ, өзің жоқ. Аманбыз ғой әйтеуір. Бас аман болса болды дейді ғой. Сені халқым сұрап отыр. Давай, бірге тест-драйв өткізейік, шығасың ба далаға? Ал, давай. Келесің ба? Келем, болды, саған қарай шықтым. Әне, тұр ғой, роднойым. Хоппа! Чо за тигр мына арыстан? Келе ғой, родной. Жотан, достар, күтпедіңдер ме мынандай коллаборацияны? Ассалаумағалейкум баршаға, есімім Марк Диксон. Олжас Оқастың аудиториясы, көрермендерінің барлығы енді біледі деп айтпасам да. Бәрі біледі. Жоқ, көріп жүр ғой. Сізге қайта жету деген. Қоя берші, осында қарапайым бола қалады. Өзінің инстаграмда 100 мың көрермені бар. Қайда жоқ болып кеттің? Неге банға кеткен страница? Страница бан болғанда өзім жауып тастағам негізі. Уақытша бір демалыс алайын деп. Сен отпускың осындай ма? Иә. Страницаны жауып қоясың да демаласың, сосын жұмысты бастаймыз деп қайтадан ашасың. Ашамыз. Қай марканың фанатсың сен, Диксон? Менің көрермендерім андай да. Арасында балалар бар. Ең қиын сұрақ шығар енді осы. Қай марканың фанатысың деп сұрайды. Енді BMW-ға да симпатия бар, Mercedes-ке де. BMW-ның иесі өзінің жігітімен бірге аварияға түсіп қалыпты деген жаңалық оқыдым. Осындайды көрген кезде сенің жыныңа тимей ма? Енді негізі жоқ. Ол одан бұрын негізі Инстаграмда BMW-ның логотипі ауысқан болатын. Есімде ма? Көгілдірлерді қолдап, ЛГБТ-ні. Бірақ ол трендке айналып кетті. Мерседесте, басқа да атақты компаниялар артынан қайталады. Одан кейін ол жалпы негізі автокөлік бағытында ғана емес, ол барлық бағытта барлық салада жүріп жатқан енді жұмыс. Ол неге жұмыс дегенім, енді ол бір үлкен компания. Сол ЛГБТ-ның енді атағын көтеру үшін ба, басқа үшін ба, біз түсінбейміз оны. Аяғыласын. BMW-ның иесі әрқашан өз столбысын іздейді дегенге қалай қарайсың, рас па, өтірік пе? Өз столбысын?
Енді ол Қоңбай сұрақтар. Енді ол BMW-ның емес, негізі Toyota Mark 2-ның Арасында Subaru. арасында енді Subaru аздап кездеседі, бірақ ол Mark 2-ның бағандары ғой, негізі оны. Бірақ BMW-ның иелері де кейбір кезде кездестіріп қалады енді, бірақ ол рас емес деп ойлаймын енді. Неге Марк Диксон? BMW-ның инженері азан шақырып қойған атың ба? Жоқ, неге BMW-ның инженері деп сұрадық? Сен BMW-ні жақсы көресің, мен оны білем. Жоқ, Алғашқы машинаңда BMW болды, кейін күшті E39-ың болды, сатып жіберген. Әрине. Сен BMW-мен қатты байланыстырамын. Жарайды. Марк деген енді анау Марк Аврелий, Марк Базар жоқ. Жарайды, Маркқа келіп түсіндік, Диксон. Диксон деген енді бір аспаннан түскен есім, ат шығар енді. Ойдан құрастыра салған. Былай Нашар. отырып енді қандай дұрыс деп мысалы Диксон дей салайын, болды иә. Бір мынандай ағылшын адамның есіміне ұқсайтын шығар деп. Марк Диксон деп. Дұрыс лақабатың ғой үшін. Иә. Өзің білесің, саған ұнай ма? Бастысы сол Енді ғой. ол қазір лақабаттан бөлек енді бір Ол брендке айналып кетті уже. бренд марка деп айтсам болады енді. Сол ғой, сол Марк Диксонда бір шағын кроссовер шығарсаң ұшады ғой. Жетілемнің. Марк мынау X1-дің екінші буындағы рестайлингі. Платформасы UKL, Mini Cooper, Countryman деген сияқты қозғалғыш көлемі 1,5 литр турбо, білесің ғой, техника. 1,5? 1,5. 2 деп ойлағайым, жүрісіне қарағанда. Бұл жерде қазір сонда бізде 1.5 турбо. 1.5 турбо, 140 аттың күші, 220 ньютон-метр момент. Және алды тартады. Алды тартады. Қорап? Таза. 7 сатылы робот. 7 сатылы. Бұлардың бәрінде. Бұларда рядная четверка ғой в основном. Мынада 3 цилиндр. Сейчас. Күлкілі, BMW үшін. Шететет, как будто шетелдей. Компакт кросстар, мына X1 X1 сияқты. Иә. Мен оларды универсал көлікке де жатқызатын едім. Жай универсал. Volkswagen Passat B3 сияқты ше. бір енді асты биік универсал шығар. Асты биік Ал универсал. мысалға Audi Q7 ше. Q7 де SUV, бірақ ірі кроссовер. Менен көп жігіттер сұрады, қандай BMW алайын. Негізі ескі BMW-ны алудың қажеті жоқ. Машинаның бет әлпеті, енді мына көздері, тұмсығы. Енді маған енді жағып тұр. Әкел, нақтан көрсете ғой. Мына жігіттер байқадыңыздар ма? Былайынан құйылып қалған ангел көздері деп айтады енді. Енді ангельский глазки деп толығымен айтамайсың енді. Бірақ жарасып тұр негізі. Марк, мынандай ғой, X отбасында үлкен ағасы бар, кіші ағасы бар. X5 пен X7 айтатсың ба? Иә, мынау кенже ұлы сияқты ғой, отбасыдағы. Баяғыда олар ана күшті фишкаларды X1-ге бермейтін. LED фарлар болмаған, тұмсығын үлкейтпеген, мынандай диффузор болмаған, тіпті проекцияны қоспаған кезінде. 18-ші дөңгелектер, X-Line пакеті, MMS бұл. Енді қара, мына артқы мұржасы 70 мм болатын, қазір 90 үлкейтілді. Қара, қазір таңғаласың. Ой, Сорлы комплектация деген осы ғой, ә? Бірақ ақша қоссаңыз, мына жерге батырманы орнатуға болады, ол проблема емес. Багаж көлемі 505 литр, біраз зат сияды. Багажды көрейік та енді. Шұқылап, анамнау салғанға орын бар, тіпті балалар арбасы сияды. Марк, 13 миллиондық машинада шынтақ тіреуіш базада болу керек қой? Жоқ па? Жоқ. Мен қалай байқамадым ба ана сонда? Зато амбиент бар. Электро жетегі жоқ қой, орындықтардың. Қарсаш? Бәрі қол пакет дейсің ғой. Қол пакет, иә. Мына артында енді отырдым. Алдында бәрі әдемі, жұмсақ. Мынаған келген кезде басталады ғой бәрі. Арзан пластик. Үшінші климат бақылау жоқ. Нақты дым жоқ қой артында. Иә. Ағайын туыстың бәрі коллега. X3-тің көлемі бұрынғы X5-ке сәйкес келеді. Бұрынғы дегенім бірінші буыннан үлкен. E53 деген бар еді ғой. 2002 жылдардағы X5-тен үлкен болып кеткен ба, сонда X3? Бумердағы X5-тен үлкен. Иә. Айтқанда. Сол маған ұнайды. Бір мынандай
өзіне сай машина да, енді жүрісі да, комфорты, комфорт жағынан, тартысы, братан. түрі да. Камри жырт жібереді. Әшейін жырт жібереді. Индикатор. Иә, Камриді алса болды, значит ол жақсы жүреді деген машина. Камри үштеместі алса тартады деген сөз ғой. Маған бір түсініксіз болып тұрғаны, мынау рычагтары бар емес па? Су шашатын және оң жақ, сол жақ поворотниктерді қосатын. Бүйтіп түсіре қалсаң, түседі да қайтып орнына келіп қалады. Бүйректен сұйрақ шығарудың не қажеті бар? Негізінде, сен мысалы түсірдің ба, тұрсай сол орнында, пока мен өзім көтермегенше. Бұл фундаменталды нәрсе 1927 жылдан келе жатқан ше. Ол Audi болсын, Toyota болсын, енді қандай машинада бәрінде бір болу керек деп ойлаймын мен ойымша. Марк, сен қазір кореялық машинамен жүрсің, кейде ойлап қоямын, осы кәрістер жапондарды озды ма деп. Негізі енді жапондарды озды деп айтуға толық құқығым бар. Оның екі себебі бар. Бірінші себебі Infiniti деген компания білетін едің, екіншісі Mitsubishi. Неге оларды қозғап жатырмын? Infiniti мен Mitsubishi мынандай бір жардың шетінде тұр. Қазір тағы бір қадам жасаса болды, ол компаниялар жоқ болып кетеді. Құлдилап құлайды. Mitsubishi-дің Outlander, Lancer вообще жоқ болып кетті. Outlander енді өлейін деп жатыр, енді соңғыларын шығарып жатыр. Infiniti'да да дәл сондай тағдыр. Ол не білдіреді? Мынау Корея, оңтүстік Кореяның көліктері гүлдеп жатқанда, жапондықтар енді былайша айтқанда соңғы күндерін көріп жатыр. К5-ті, Sonata'ны, Genesis, G70, G80-ді атап өтуге болады, олардың түрлісі бар. 2.0 турбо, 3.3 супер турбо, алдыңғы жетек, толық жетек, артқы жетек. Осы машиналарды әкелумен менің таныстарым айналысып жатыр. Азия Трейд деген компаниясы. Олар өте сенімді. Мен естігем, Инстаграмда көргем. Өте жақсы жігіттер. Таяуда мен жапониялық Camry 2.5-ке жасадым ғой шолуда. Сол машинаны да Азия Трейд әкеп берді. Егер сіздерге қажет болса, қызмет көрсетуге дайын жігіттер. Номері сілтемеде. Инстаграмда жазып кетсек дұрыс болады, Әрине, Инстаграмын белгілеп кету керек, өйткені олар алып келген машиналарын үнемі отчет ретінде суретке түсіріп, видеоға түсіріп, өз жұмысына гарантия береді. Ей қарындас, кәне бері кел, енді абайлап биле менімен. Не деген ажап сен ғой құрбымен, бүгін дабыл таптым мерген. Газ кей мерген Купидон, менің денем рокстар Post Malone. Боди позитивтін дон пусидон, шылқып кетсе мен боламын Посейдон. Ол жаке, не үшін келдік бұл жерге? Қонағымсың ғой сен мен. Қазір мен саған шубат берем. Көрейік енді қонақ жайлығын Олжас Оқастың. Мына бір BMW-мен мені осында алып келді. Братан, бұл ше? Стол жайып. Автоподкаст қой. Да. Қаған ба жағдай? Мынау не? Бұл шубат. Шубат. Ақшидікі. Яғни қарайық не әкелді. Хоп, мынау. Қымыз алайын деген, бірақ шубатта болады. Қымыз мен ұнатпаймын, қышқыл болғасын. Шубат енді нормально, дәл кіретін зат қой. Ал пісімілі деп. Базар Джексон. Базар Джексон. Ал енді аустик. Мощный ма? Рахатнай. Бір ауылдың атмосферасы, дәмі еске түсіп кетті ғой. Ал пісімілі. Жақсы түсірілім үшін. Дұрыс түсінбей қалмасын? Көрермендер. Жоқ, көрермендер қолдайтын шығар. Ал, аспасын родной. Жеп ішіп отырып, әңгімені өрбітеміз ғой. Жалғастырайық. Блиц. Тез жауап беру керексің. Тоқта. Тоқтамайым. Приора немесе Nexia. Nexia. Camry, Sonata. Camry. Ravon R3, Lada Granta. Ravon әрине. M5 F90, AMG GT63. GT63 себебі GT. Криштиану Роналду, Лионель Месси. Роналду. Машина. Алматы, Шымкент. Опа. Автожарыс ұйымдастыру идеясы қайдан келді? Мен өзім біреумен жарыстым, соны
Видео түсіріп. Иә, ұялы телефонға видеоға түсіріп алып, Инстаграмға салған едім. Басқа біреу жарысайық дейді. Сонымен класстастар кетті. Одан кейін алдын жұмыс істеген жігіттер. Енді мысалға бір 1000 подписчигің болса, 700 немесе 1000 дегенде де, енді соның арасында класстастарың, бұрынғы әріптестерің, көршілерің, райондағы жігіттер дегендей ғой. Сол бұрынғы жұмыс істеген жігіттер келіп, мен де жарысайын, осындай деп басталып кетті. Содан ары қарай біреу досын тартады, біреу көршісін тартады. Сөйтіп, бұлай өзімен өзі айналып кетті ғой. Түсінікті. Мен Астанаға былтыр барғам, пойызбен. Парамаунттағы бронетехниканы түсірдім ғой. Қайтып бара жатқан кезде пойызда жатсам, таңғы 6-7-ге таман. Раздувайся, раз, два, три деген дыбыстар естіліп жатыр да. Астында 2 орыс сені қарап отыр, прикинь. Телефоннан, иә? Телефоннан. И то кейде сен ұстайды, кейде ұстамайды, ұстаған жерінде бірден сені ашады да, көріп алады да. Қайтадан ұстамай қалады. Екеуі бұдан кейін бір-бірімен әңгімелесіп отқан шығар енді. Иә. Мынау жақсы, мынау жаман, анау дұрыс болмады. Анау жылдам болды, анау фальстарт, мынау орнынан ерте жылжып кетті деген сияқты. Айтпақшы, сол туралы жеңімпазды анықтау қиын болды ма саған кейде? Әлде үнемі белгілі болады? Кейде енді былайша айтайын, көбінесе белгілі болады. Көбінесе. Енді бір 30% немесе 25% жарыстарда бір-біріне жақын жүреді машинелер. Сондай кезде қиындау. Мысалы, қиындау болғаны бампер кіреді финишқа. Өте жақын. Финишта өзі бір камера тұрады, немесе әр машиненің өзінің әрқайсының адамдары тұрады енді куәгер ретінде. Солардың өзі айта алмай қалады ғой. Қайсы сотты, қайсы бірінші кірді деп та. Енді сондай бір жағдайлар болған кезде енді біз қайтадан бастаймыз, немесе дистанцияны соза саламыз. Ары қарай кім озады дегендей. Менде жарысатын енді көшеде жарысатын болғандықтан бәрі спортсмен емес. Менің басты мақсатым қалаған адам келіп жарысуға мүмкіндік беру, иә. Премиум сегмент туралы сөйлесейікші бірден. Қазіргі таңда өзің білесің, премиум сегментті Lexus No. 1. Иә. Бәрін жатады, сатылым бойынша. Екінші орында BMW. Нақтырақ айтқанда, оның бір моделі X7 деген. Биыл 8 айда X7-нің 129 данасы сатылған, братан. Қара, енді мына мәселеге тоқталайықшы. Жалпы мемлекеттің әл ауқатын орта класстағы машиналарынан анықтауға болады. Мен үнемі шетелге барған кезде көшеде қандай машиналар жүр, соған қараймын. Тіпті Ресейдің орта класс азаматтары, яғни табысы орташа деңгейдегі азаматтар көп екеніне көз жеткіземін. Мәскеуге барсаң, мұндай X1, Audi Q3, бізге ешқашан көрсетілмеген Volvo'лар со жақта жүр. Мысалы, о жақта тіпті Citroen, Peugeot, Ford 10-15 миллиондық машиналар өте көп. Ал Қазақстанда халық екіге бөлінген, бай және кедей. Сондықтан да X7-нің, крузактардың сатылымы ешқашан төмендемейді. Және төменгі класстағы бюджет санатындағы машиналарда әрқашан жақсы өтеді де, мыналар сатылмайды онша. X1-дің биылдық сатылымы білесіз ме қанша? Қанша? 7 дана. Жыл бойы ма? Иә. 7 тал мынандай машина сатылды. Өте енді төмен көрсеткіш деп ойлаймын негізі. A7 білесіз ме қанша тал сатылған? Audi A7. Иә. Қанша? Біреу? Иә. Жалпы 2020 жылы. Ресейдің да Еуропа жағындағы мысалы қалаларында конкуренция өте мықты. Иә. Енді мысалға әлемнің барлық маркалары көрсетілген демесең де, бірақ бізге қарағанда мынандай таңдау өте көп. Және ол енді жағдайдың мысалға әл ауқатынан емес, мен ойымша бір мынандай сервисқа да байланысты шығар. Қазір қара Алматы, Астанада премиум сегментте машиналарды жөндейтін сервис көп. Ол официалдар болсын, немесе анау сұр дилерлар болсын, басқа да бір СТО-лар. Бірақ Астана мен Алматыдан шетке шықсаң,
дым жоқ. Ал енді мына X1-ді қорытындыласақ. Түйіндеме. Иә. Енді бұл толық BMW деп айта алмадым. 13,5 миллионға сіз бір BMW алдым. Шолақ BMW. Я, шолақ BMW. Бір BMW алдым деп айта алмайсыз. Элементарно енді мына шынтақ тіреуші де жоқ, бұлайнан отыратын. Ол нағыз BMW болу үшін енді тағы бір 3-4 миллион қосу керек шығар бағасына. Толық жетек, минимум 2 литр турбо. Я, 4 цилиндр. 4 цилиндр. Мынандай мысалға бір багажникті жапқанда кнопкамен жабылатын, ең болмағанда да. Иә. Басқа заттарын айтпай қойын. Аха. Қосымша опциялар өте көп, оларды тіпті тізбектеп те қажет емес. Кете береді. 15 лямға дейін жинап алса болады қосымша. Бірақ база, білмеймін, база оданша кішкене ақша қосып X3-тің базасын алсаң, хотя бы BMW-ге жақын. Немесе біз BMW-ға ғана бетіп қадалмай, басқа да мысалға көліктерді айтып кетсек. Осы баға диапазонында ма? Иә, 15 миллионға дейін не аласың? Hyundai Tucson. Hyundai Tucson. Бірақ ол бар 4. Tucson 9 миллионнан басталады мен ойымша. База, иә. Енді 15-ке дейін. Аха. Tucson, RAV4. Кішкене қоссаң Santa Fe. Santa Fe. Camry ше. Седандардан әрине. Мақұл. Тағы не бар? Таза кроссоверлар. Tiguan крема? Tiguan жатқызайықшы. Volkswagen Tiguan. Forester. Subaru Forester. Не істейміз сонымен? Аяқтаймыз ба? Біздің операторымызға да Қалдырайық? пицца қалдырайық. Оператор. Келесі жолы қандай машинаға бірлесіп шолу жасайық жазыңыздар. Пікірлеріңізді күтеміз. Жалпы осы формат сіздерге ұнады ма? Қызық сіздердің ойларыңыз. Негізгі жалпы тағы бір қосаға кететін мынандай жеңіл формат оңай екен, рахат. Иә. Ойыңа келгеніңді айта бересің, қалағаныңды айтасың, қалағаныңды істейсің. Иә. Мынандай бір официалды түрде емес та. Оператор, таста, кел қосыл. Кел ау. Осымен бүгінгі шолуымыз бірлесе отырып жасалған шолуымыз соңына келді. Келесіде көріскенше аман сау болайық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Комментарий жазуды ұмытпаңыз.